Сәлем достар, бұл видеода біз iPhone-ымызға қазақша шоу жасайтын боламыз. Видеоны басамыз бұрын әлдетіңе каналға тіркеліп қойыңдар, лайк басыңдар, бүкілі комментарий жазып отырыңыздар. Ал біз бастаймыз. iPhone 15 нарықтағы қолжетімді сатып жатқан телефондардың бірі. iPhone 15-тен былтырғы iPhone 14-13-тегі қарағанда дизайнерлік айырмашылықтары бар. Мұнда қыбары домалақтанған, артында матовый шыны, ешқандай із қалмайды. Және де астына қарасақ, USB Lightning орнына USB Type-C орнатылған Евро стандарт бойынша. Бұл iPhone 15-дің зарядкасы коробкадан шыққан, кабелі екі жағы USB Type-C болады. iPhone 15 пен және iPhone 13-ті салыстырсақ, олардың процессорлары iPhone 15-те A16 Bionic, iPhone 13-те A15 Bionic орнатылған. 6 гигабайт оперативка iPhone 15-те, 4 гигабайт оперативка iPhone 13-те. Екеуі дисплейі Super Retina дисплей. Камераларына келсек, iPhone 15-те 48 мегапиксель артында және 12 мегапиксель широковой. Алдыңғы камерасы 12 мегапиксель орнатылған. Ал 13-те барлығы 12 мегапиксель. Екеуінде де 4К видео жаздалады, 60 кадр, 30 кадр секунд. Камераның ішіндегі функциялардың барлығы бірдей. Киноэффект барлығы бар. iPhone 15-дің камерасында 2x зум бар. Корпустарын салыстырсақ, iPhone 13-тің қабырғалары тіктелген болып келеді. Ал iPhone 15-те қырлары жұмсақтау. Кабель тығатын жері iPhone 13-те Lightning болса, iPhone 15-те Type-C. Артқы материалы iPhone 13-те глянец шыны болса, iPhone 15-те матовый. Қолға күшті тұрады және сырғалмайды. iPhone 15 нарықта 350-370-нан жоғары бағада сатылып жатыр. Ал iPhone 13 қазір нарықта сатылмаса да, вторичный рынокта жақсы жағдаймен 170-200 көлемінде табуға болады. Айтпақшы, iPhone 13 әлі трендтен шықпаған, әлі сатып алуға болады. Ешқандай телефондардан кем түспейді. iPhone 13-ке обзор жасаған тұғын каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Осымен видеоны аяқтаймын. Видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Осындай қызықты видеоларда жібермеу үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау сәлеметте болыңдар.